Сәлем достар, бүгін біз сырники жасаймыз. Әдетте біздің үйдегі балалар творогты онша ұнатпайды, тіпті жегісі де келмейді. Ал осы сырниктарды өте қатты жақсы көріп қалды, тіпті таласа тармаса жеп қойды. Кальцийге бай әрі өте дәмді тағамды сіз де балаларыңызға жасап берсеңіз, қуанып қалатыны сөзсіз. Сондай-ақ жасалуы да өте оңай. Ол үшін бізге творог, бір жұмыртқа, шекер және ұн қажет болады. Творог таңдағанда құрғақ түрін алуға кеңес беремін, сол кезде сырниктарыңыз өте жақсы болып шығады. Ең алдымен творогымызға бір жұмыртқа және шым тұзымызды салып, 2 ас қасық шекерді қосып аламыз. Одан кейін блендер арқылы творогты толықтай езіп аламыз. Блендер болмаса, шанышқымен де жасай беруге болады. Нәтижесінде осындай қою масса пайда болады. Осы массаның үстіне 3 ас қасық ұн қосамыз және де толықтай араластырамыз. Егер творожный масса сулы көрінсе, тағы 1 қасық ұн қосып жіберсеңіз болады. Тақтайдың бетіне жақсылап ұн сеуіп, қолымызды да ұнға малып аламыз. Содан кейін сырниктардың формасын ең алдымен құрт жасағандай қылып жасап, сосын тақтайға қойып, 2 алақанымыздың көмегімен видеодағыдай етіп жасаймыз. Сырниктардың қалыңдығын шамамен 1 сантиметр қылып жасаған дұрыс. Одан қалың болып кетсе, арасы пісуі қиын болып қалуы мүмкін. Табамызға азғантай ғана сұйық май құйып, сырниктарымызды саламыз. Газдың асты орташа отта тұруы тиіс. Барлығын салып болғаннан кейін қақпағын жауып 3-5 минут пісіріп аламыз. Содан кейін екінші бетін аударып 2 минуттай пісіреміз. Мінекей, бар болған 30 минуттың ішінде дәмді әрі пайдалы сырниктарымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Сіздермен болған Замира.